Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы өмір бойы білім алу бәсекенің талабы. Оқу мақсаты сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. Ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздермен танысады және сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Өмір бойы білім алу дегенді қалай түсінесіз? Сіздің өмір бойы білім алғыңыз келеді ме? Егер оқушы сұраққа толық жауап берсе, 1 балл. Екінші тапсырма. Қанатты сөздерді мәнерлеп оқыңыз, мағынасын таратып айтыңыз. Білген адам білімді өмір бойы іздейді. Ахмет Югнеки. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңе кетпейді. Төле Би. Білім бір құрал. Білімі көп адам құралы сай ұстасы қылды. Не істесе де келістіріп істейді. Ахмет Байтұрсынұлы. Білімнен жақсырақ қазына болмас. Ол бір тасқын, бұлақ суы сарқылмас. Әбу Абдаллах Рудаки. Егер оқушылар қанатты сөздердің мағынасын таратып айта алса, 1 балл. Мәтінмен жұмыс. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз, негізгі ойды анықтап, пікіріңізді білдіріңіз. Оқушылар сілтеме арқылы мәтінді тыңдайды. Егер негізгі ойды анықтап, пікірін білдіре алса, 1 балл. Төртінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңыз. Оқушылар мәтін мазмұнымен танысады. Бесінші тапсырма. Сөздерден сөйлем құраңыз. Сөйлемді үлгідегі формулаға салыңыз. Үлгідегі формулаға салып сөйлем құрай алса, 1 балл. Өз жауап нұсқаларын дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып тексереді. Бірінші сөйлем. Жастар өмір бойы өз қабілеттерін сынаудан қорықпайды. Екінші сөйлем. Білген адам білімді өмір бойы іздейді. Үшінші сөйлем. Білім ешқашан жойылмайтын, ұтылмайтын инвестиция. Төртінші сөйлем. Әр салада білім алу қазіргі заман талабы. Тілдік бағдар. Оқушылар ыңғайластық және қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтардың ережесімен танысады және оны практикада қолданады. Алтыншы тапсырма. Тыңдалған мәтіннің мазмұнына сәйкес көп нүктенің орнына тиісті жалғаулықтарды қойып жазыңыз. Әрі көршілес, әрі шектес отырған мемлекеттер. Достық пен бәсеке қатар жүріп келеді. Өз бағыт бағдарын және даму жолын дұрыс анықтау. Әрбір қоғам мүшесі өзінің де, елінің де әлеуетін көтереді. Экспо іскерлік пен дамудың көрсеткіші. Ерікті түрде баламалы энергия көздерінде өзге де ресурстарды табу. Олар бейбіт көршілес елдер, алайда арасында бәсекелестік те бар. Экспо шектес елдердің деңгейі мен білім жүйесін танытты. Экспо шарты жетістіктерді бағалау, алайда оған бәсеке тән. Ел үкіметі әрі билеуші, әрі демеуші бола ала ма? Егер оқушылар ыңғайластық жалғаулықты дұрыс қоя алса, 1 балл, қарсылықты жалғаулықты дұрыс қоя алса, 1 балл. Жетінші тапсырма. Тірек сөздерді қолданып, тыңдалған мәтіннің мазмұнын өз сөзіңізбен айтыңыз. Тірек сөздер. Заман талабы,
көршілес, шектес, даму, билеуші, үкімет, ерікті, баламалы, демеуші, деңгей. Егер қажетті тірек сөздерді орынды қолданса 1 балл, мәтіннің мазмұнын өз сөзімен айтса 1 балл. Мәтін соңы жұмыс. 8-ші тапсырма. Үлгіге қарап, әр сөйлемге бірнеше сұрақ қойыңыз. Үлгі. Үздіксіз білім алу басымдылыққа айналып отыр. Не басымдылыққа айналып отыр? Үздіксіз білім алу неге айналып отыр? Оқушылар үлгіге қарап, әр сөйлемге бірнеше сұрақ қояды. Үлгі бойынша дұрыс сұрақ қоя алса 1 балл. Кері байланыс. Активатор 3-2-1 әдісі. Есіңізде қалған 3 мәліметті айтыңыз. Сіз үшін маңызды болған 2 мәліметті айтыңыз. Өмірде қолдана аламын деген 1 мәліметті айтыңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.